Баршаңызға сәлем. Сіздермен бүгін осындай жұмсақ, өте нәзік қамырдан жасалған круассан үйдің рецептісімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар: ұн, сары май, жұмыртқа, қант, сұйық май, ұн, дрожжи және де ыстық су қажет болады. Ең алдымен сүтті құямыз. Сүт міндетті түрде жылы болу керек және кішкене ыстықтау суды да құямыз. Осылай барлық ингредиенттерді салып шығамыз және де ұныңыз міндетті түрде ситодан өткізілген болу керек. Сол кезде қамырыңыз жақсы көтеріледі. Барлық ингредиенттерді салғаннан кейін ең соңында ұнды аз-аздан қосып отырып саламыз. Сонда қамырыңыз жақсы көтеріледі. Қатты илемейміз, ақырын-ақырын жұмсақ қамырды жасауға тырысамыз. Қамырымыз дайын болды. Оны пищевой пленкамен немесе пакетпен жауып қойып қоямыз. Міне қамырымыз осындай болып көтерілу керек. Менде ол шамалы 30-40 минуттай тұрды. Енді қамырды дәл осылай видеодағыдай етіп жайып аламыз және де осы жайған бөлігімізді 12 бөлікке бөлеміз. Барлық қамырды осылай дөңгелетіп шықтым және де оқтаумен осылай жұқалатып жайып шықтым. Барлық бөлігін жайып шығамыз. Мен барлық бөліктерін жайып шықтым. Енді әр қайсысын астына ұнды көбірек сеуіп, әр қайсының ортасына микроволновкада кішкене жылытып алған майды қолмен жағып шығамын. Маған осылай ыңғайлы. Барлық қамырды жайып қойдым, бір-біріне жабысып қалмас үшін және барлығының арасына майды жағып шықтым. Ең соңғы тестаға біз май жақпаймыз. Қолымызбен осылай әдемілеп, жан-жағын жайып, оқтаудың көмегімен кішкене жұқартамыз, қатты жұқартпаймыз. Теста сондай жұмсақ, жақсы теста болып шықты. Енді осыны мен 12 бөлікке бөліп алдым. Салам десеңіздер де өз еріктеріңізде, болмаса ештеңе салмай-ақ қант себуге де болады. Мен вареный сгущенканы пайдаландым. Осылай орап шығамыз. Міне менің круассандарым дайын болды. Менде бұлар 20 минутта пісті. Сондай жұмсақ, жеп-жеңіл әрі дәмді. Осы рецептпен міндетті түрде сіздер де жасап көріңіздер. Қазір ортасын бөліп көрсетемін. Сондай қатпарлы қамырмен өте жұмсақ әрі дәмді круассандар. Менің басқа да рецепттерімді жіберіп алмас үшін менің каналыма тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар.